Қайырлы күн қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен қамыры өте жұқа әрі жұмсақ болып шығатын болонеза пиццасын әзірлейміз. Ешқандай майонез, кетчупсыз өзінің оригинал соусымен. Барлық керекті заттарды описание бөліміне жазып кетемін. Екі пиццаның қамырын әзірлейміз. Електен өткізілген ұнымызға қол күймейтіндей суымызды, бір қасық дрожжымызды, бір қасық тұзымызды салып, дрожжы мен тұзы ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Мен зәйтүн майын қостым. Сіздерде зәйтүн майы жоқ болса, күнбағыс майын қосып, осылай жақсылап қамыр елейміз. Біздің қамырымыз сәл қаттылау болып еленеді, одан ешқандай қорқудың қажеті жоқ. Себебі қазір көтерілген соң қамырымыз жұмсақ болып, өте әдемі болып жайылады. Бетін осылай пленкамен жауып, біраз қойып қоямыз көтерілгенше. Мінекей бізде қамырымыз кішкене көтерілді. Мен оған қолыма зәйтүн майын жағып, оны екіге бөлдім. Себебі мен екі пиццаның қамырын әзірлегенмін. Және де үстіне бір сұйық май немесе зәйтүн майын құйып, осылай жұмсақ қып илеп, қайтадан бетін жауып қоямыз. Екіге бөлінген қамырымыздың бетін қайтадан пленкамен жауып, ол көтерілген кезде бір-біріне жабысып қалмау үшін ортасына осылай қасық қойып қойдым. 15-20 минутқа қалдырамыз. Пиццамыздың соусын дайындаймыз. Менде қызанақтарым кішкентай болғандықтан мен осындай 4-5 алдым. Ал сіздер үлкен 2 қызанақ алып, осылай видеодағыдай кесіп, үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды қойып, 15 минутқа бетін жауып қоямыз. Дайын болған қызанағымызды осылай қабығын ашып, тазартып аламыз қабығынан. Қызанақтарымызды блендермен осылай езіп аламыз. Сіздерде блендер жоқ болса, шанышқымен ессеңіздер болады. Бізге 2 тіше сарымсақ керек. Оны теркадан өткізіп, осылай кішкене ғана майымызды құямыз. Қызып тұрған табамызға. Соусымыздың ең маңыздысы осы орегано жапырақтары. Оны қызып тұрған майымызға 1 шай қасық салып, үстіне теркадан өткізілген 2 сарымсағымызды саламыз. От қатты қызбау қажет, себебі сарымсақтың дәмі өзгеріп кетуі әбден мүмкін. Баяу отта осылай жақсылап қуырып аламыз. Орегано жапырақтарын кез келген супермаркеттерден және магазиндерден табуға болады. Үстіне томатымызды араластыра отыра құямыз. Қайнатып, баяу отта пісіріп аламыз. Дәміне қарай тұзымызды және бұршымызды кішкене қосып араластырамыз. Мінекей біздің соусымыздың суы тартылып пісіп шықты.
иісінің өзі ерекше. Салмасын дайындауға кірсеміз, менде 400 грамм тартылған ет болғандықтан, менде орташа 2 пиязды осылай 4 бөлшті қылып турап аламын. Қызып тұрған табамызға кішкене май құйып, үстіне тартылған етімізді салып, дәміне қарай тұзымызды салып қуырамыз. Қуырылып жатқан етімізге қара бұршымызды және пиязымызды салып қуырамыз. Жақсылап қуырылған етімізге жаңа дайындаған соусымыздан 2 үлкен қасық салып, жақсылап қуырып, ешқандай су қоюдың қажеті жоқ. Баяу отта 5 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Мінекей, біздің тартылған еттеріміз дайын болды. Енді осылай бір жағына қарай барлығын фарштарды жинап, сәл қиғаштандып қоямыз, себебі осындай суы, майы шығу қажет. Қымыдымен мөрленген осындай пицца эмерді қолдандым. Ал енді бізде көтерілген қамырымыздың біреуін алып, осылай жая бастаймыз. Оқтаумен немесе басқамен жаюдың қажет жоқ. Қолмен осылай созып шықсаңыздар жеткілікті. Қолдарыңызды кішкене ғана майлап алып, осылай басып шығамыз. Дәл видеодағыдай. Мінекей барынша жұқа қылып жайдым. Үстіне жаңа дайын болған соусымыздан 3 қасық салып, осылай барлық жеріне жағып шығамыз. Бетіне жаңағы қуырылған етімізді барлық жеріне салып, үккіштен өткізілген сырымызды салып, пешке 20 минутқа жібереміз. Мінекей мен пиццаларым дайын болды. Өте жұмсақ, жұқа, ерекше дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеомды соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет. Менің видеоларым ұнаса, пікір білдіріп, лүпіл басып, қоңырауша белгісін басып кетіңіз.